Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Мен осы 7-ші кітапхананың тұрақты оқырманымын. Аты жөнім Гүлжан, фамилиям Каримова. Осы кітапханадан кітап алып оқып тұрамын. Менің алған ең алғашқы кітабым Мұхтар Әуезовтің кітабын алғанмын. Сондықтан мен кейіннен оның алды Абай жолы роман эпопеясын жазуға да мүмкін сол себеп болған шығар. Бұл эпопеяны Абай жолы эпопеясын романын 30 жыл бойы жазған. Себебі ол жан-жақты Абайды тану мақсатында көршілерімен, ауылдастарымен әңгімелесіп, жан-жақты мағлұмат жинаған екен. Сөйтіп кітап жарыққа шыққан. Енді менің өзім оқыған кітабым Мұхтар Әуезовтің Қорғансыздың күні кітабы 1921 жылы. Басты кейіпкер бұнда Құрмаш деген бала туралы. Әкесімен атқа мінгесіп тауға барады дағы, әкесі қасқырдың күшігін ұясынан алып жатқан кезде ең кіші бір күшікке көзі түсіп, Құрмаш оны өлтірмеші деп алып, өзі үйіне алып келіп, жаңағы қасқырдың күшігін ит сияқты асырайды екен. Сөйтіп, бірақ қасқырды қанша асырасаң да орманға қарап ұлиды дейді. Әңгіменің соңында жаңағы көксерек оған Құрмаштың өзіне жарақат салады. Сөйтіп, сонымен аяқталады бұндағы әңгіме. Әңгіме өте жақсы жазылған, тілі жеңіл, киносы да бар бұның. Бұдан басқа қыр әңгімелері, қыр суреттері деген заман ертесі, еңлік кебек, көптеген шығармалары бар. Қаралы сұлу дейді, сосын қараш оқиғасы, көптеген кітаптары бар енді. Енді халқымыз айтады, батырдың аты өлсе де, ақынның хаты өлмейді дейді. Бұл Мұхтар Әуезовтің мұралары ешқашанда өлмек емес. Енді бұл кісінің көп жазған кітаптары. Сондықтан ешқашан бұндай адамдарды ұмытуға болмайды. Ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қалып жатыр.